Баршаңызға сәлем. Құрметті оқырмандар, бүгін саңырауқұлақтан салат жасайтын боламыз. Ол үшін саңырауқұлақты турап, майға қуырып аламыз. Және осылай жұмыртқаны тураймыз. Келесі кезекте тұздалған қияр. Құрметті оқырмандар, бұл салатта тұз бен бұрышты да қосуға болады. Және фасоль саламыз. Ендігі кезекте сақталған укроп және сарымсақты үкіштен өткізіп қосамыз. 3-4 қасық майонез саламыз. Жақсылап салатымызды араластырамыз. Өте дәмді салат шығады. Салатымыз дайын. Құрметті оқырмандар, ұнаса каналға тіркеліп, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар.